اقرأ باسم ربك الذي خلق. Әр жүрек бір әлем, бірақ бір Құран осы 100 жүрекке нұрын шашады. Бұл 100 жүрек бір Құран жобасы, 100 қаримен сұхбаттасып, олардың шынайы оқиғаларын тыңдаймыз. Бұл тек қари болу туралы емес, бұл ниет, табандылық және Аллаға деген махаббат туралы. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah ва салату вассаламу аля расулилlah. Бүгін кезекті подкастымыз. Садуға ұстаз, Алла разы болсын. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Алейкум ассалам. Біздің сөзімізді жерге тастамай, өтінішімізге жауап бергеніңізге үлкен рахмет. Алла разы болсын. Қош келдіңіз. Сізге бір алғашқы сұрағымыз, өзіңіз туралы бір қысқаша айтып, сосын енді Қазақстандағы өзі сіз танымайтын қари жоқ шығар өзі. Ең алғашқы қарилардансыз ғой. 80-ші жылдары, 90-ші жылдары жаттаған, енді қазір альхамдулилlah қариларымыз көп. Солардың едәуір көп бөлігін өзіңіздің шәкірттеріңіз, сіздің шәкіртіңіздің шәкірті, немере шәкірттер, қазір шөбере шәкірттер де шығып жатқан шығар. Альхамдулилlah. Сол алғашқы кезде жаттаған кездеріңізді 80-ші жылдары, 90-ші жылдардағы Кеңес одағындағы қарилар, сол кездегі қарилық туралы бір айтып өтсеңіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Енді мынау кеңес өкіметі деп жатырмыз. Біз енді сол кеңес өкіметінде оқығанбыз. Ең алғашқы әкеміз сол 76-77 жылдары сол мешіт неге Ташкентке апарған. Ол кезде енді медресе деген әсіресе қарилар медресе деген жоқ. Мүлдем. Осы Орта Азияда мүлдем. Осы Советтің, осы бұрынғы Союзның кезінде, Союздің территориясында болмаған ғой ондай қарилар. Қазір альхамдулилlah, Аллаға шүкір, медреселеріміз көп, қарилар медресеміз көп қазір. Ол кезде жоқ қой. Ода қари не екенін білмейді адамдар, халықта ол кезде. Бірақ әкем сондай діндар болды. Әкемнің қалтасында негізі мынау не жүретін? Абайдың өлеңдері. Абай жолы романды бірнеше рет оқып тастаған. Абайды сондай қатты сүйетін еді әкем, рахметлік. Тура Абайдың жасында қайтыс болды ғой, 59 жасында. Абайды сондай қатты жақсы көретін адам еді. Сонда дінге өзі, дінді ұстап қалғаны сол Абай арқылы ұстап қалды әкем. Абай арқылы ұстаған. Сондай бір Абайдың өлеңдерін, мына біз кішкентай кезімізден жаттаған кезде, мысалы біз бұлай кітап қарап жаттамағанда басында кішкентай әптен сіңіріп тастаған. Мысалы Алланың өзі рас, сөзі рас, рас сөз еш уақытта жалған болмас деген сөздер бар ғой. Махаббатпен жаратқан адамзатты, сен де сүй ол Алланы жанынан тәтті деп осы нелердің өлеңдердің барлығын бізге құлағымызға, миымызға құйып тастаған еді. Кішкентайымыздан мысалы. Мынау Кеңес өкіметінен бұрынғы қарылар болғанда. Солар Кеңес өкіметінен бұрын қари болған қарылардың көзін көрдік. Ол жаңағы революциядан бұрын жаттаған. Мен көзін көрген, өзім ретінде айтайын, ол кісілерді, мысалы Хабибулла қары деген кісі 5-ші жылы туылған, 1905 жылы. 12 жылда қари болған. Сонда қанша болады? 5-ші жылы туылған болса, 10 жыл, 17-ші жылдары қари болған болсын. 17-ші жылы, 17-ші жылдары 12 жасында. 12 жасында қари болған, 17-ші. Сонда революциядан алдын қари болып қалған кісілер ғой. Қадыр қарылар, Кәсір қары деген қары болған, олардың көзін көрдік. Қадыр қары менің ұстазым, бұл кісі менің ұстазым. Енді қазір ол кісілердің бірі жоқ. Қазір сол кезде сол кісілерді көрдік біз, көріп қалдық. Енді әкем сол кісілерден сабақ алатын. Сабақ алып, ізденісте болады. Әрдайым ізденісте болып жүрген адам. Өзі жұмыс істейді. Жуку деген жерде өзі запись қылады. Бірақ бос уақытында ол Құран оқитын адам еді. Машалла. Мен қай жаққа барса да мені ертіп алып жүреді. Сонда жаңағы Ерәлі деген ұстаз, мен бір қанша 4 жас па, 5 жас па, сол кезде соны өзі оқыса берсе де болады әкем. Әріпті өзі де оқытады ғой енді. Бірақ енді сол ұстаз көрсін деп сол кісінің алдына апарады.
Ол кісі де менің әкем де үлкен қарылардан барып сабақ алып жүреді ғой. Бірақ сонда сол Ерекеңнің, Ерәлі ұстаздың, ол кісі жақында қайтыс болды өзі, 1-2 жыл болды. Сол кісіге апарады. Сол кісі маған мұғалім сәнеден ең бірінші сабатымды ашқан кісі, Ерәлі ұстаз. Қанша жаста едіңіз өзі? 5-6 жасы болуым керек. 5-6 жас болуым керек. Содан кейін Хабибулла қары деген кісіге апарды, Құранға түскеннен кейін. Құранды сол кісіден бастап жаттадым. Енді ол кісі енді бала кез ғой, ойынды жақсы көретін кезіміз. Сол жерде, сол уақытта енді әкем қайда барса да сол ұстаздарға апарып, солардан сөзін естісін, әдебін көрсін дейтін шығарда. Сол қасына алып жүретін әрдайым. Әкемнің сондай бір махаббаты осы басқа перзенттеріне қарағанда маған сол Құранды жаттатсам деген, қари болсам деген, қари болса осы балам деген нәрсе ол кісіде болды. Сондай бір жақсы көрді да мені ол кісі. Сөйтіп қайда болса мені ертіп алады, сөйтіп алып жүреді. Енді қай жерге барамыз? Мысалы аэропорт бола ма, автовокзал бола ма, вокзал бола ма, жай намазын төсеп, қай жерде болсын, енді ол кезде намазхана деген жоқ. Азан айтады ғой. Азан айтып тұрып, жаңағы намаз оқиды. Сонда советтің кезі қайнап тұрған жаңағы. Сонда өзімше жаңағы неге осы кісі не қылады екен, қаттырақ айтпай-ақ, жайырақ айтса болады ғой деп, өзім кетіп қалам, алыстау жаңағы. Үй алыптай өзі, білмеймін ғой, енді өзім нем ғой. Балалық қой енді. Сөйтсем ол кісі жаңағы шақырып жүр екен ғой. Көрдіңіз бе? Адамдар дінді сол кезде азан арқылы. Ол кезде айту деген жоқ. Қазір мысалы біз студияда біз жатырмыз. Ол кезде ондай нәрсе жоқ. Бірақ сонда азанмен шақырады екен де адамдарды. Қарасаңызшы қандай. Мысалы кім Абибулла қары деген қари, ол кісі 3 күнде хатым қылатын. 30 параны. 3 күнде 10 парадан. 10 парадан. Сонда Кентауда өзі, Түркістанда бір мешіт, Кентауда бірақ мешіт болады. Ол Кентауда да емес даже. Анау неде? Қантағы деген жерде. Кентаудың шетінде Қантағы деген село бар. Сол жерде бір мешіт бар. Кентауда мешіт жоқ. Сонда сол жерде жаңағы 3 күнде хатым өтеді. Сөйтіп екінші 3 күнде біздің үйге алып келеді әкем. Біздің үйге алып келіп 3 күн жатқызып, 3 күн бойы жаңағы сол жамағатты жинап, сол жерде шалдарды жамағатты жинап, әкеміз 3 күн бойы хатым түсіртеді Абибулла қарекеге. Сонда мен кішкентай баламыз, сонда қарасақ, әкем тік тұрады артында да. Қалған шалдар нелер бәрі отырып қалған. Енді 10 пара оқу деген оңай емес қой енді. Сонда әкем тік тұрады ғой артында, бір адамда артында тұрған. Көп адамдар айтады, қазір мына көп тарихшылар айтып жатыр да, негізі 92-ден басталды деп ше. 92-де шыққан кезде бірден жаңағы исламға жабыстық. Жоқ, ол бұрыннан келе жатқан нәрсе негізінде. Бұл тоқтаған жоқ. Біздің оңтүстік өңірде, мынау Кентау, Түркістан деген жерлерде ислам тоқтаған жоқ. Ол жерде жаңағы мәуліт, оразада хатым түсіру, оның барлығы болған. Тіпті Наурызда жаңағы көже істейтін даже. Сондайлар болған да. Бізде Наурызда неған жоқ. Наурыз кейіннен шықты деп атырмын ғой, бірақ ол бізде Наурызда көже істейтін сол кездерде, 70-ші жылдары мысалы. Ол салт дәстүрде, дінде, былайша айтқанда, енді салт дәстүр арқылы бізде сол салт дәстүр деп дінді тоқтатқан жоқ та. Міне салт дәстүр жасап жатырмыз деп. Бірақ дінді былайша айтқанда алып келе жатқан, тоқтатпай. Көрдіңіз бе? Сол үшін мына біз ойлаймыз, мына Алла Тағала өзінің Құранды сақтайды ғой өзі. Көрдіңіз бе? Сонда жаңағы ойласақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан біздің заманға дейін мына Құрандағы жаңағы Хижр сүресіндегі инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун деген аят бар ғой, 9-шы аятта. Біз зикрлерімізді, Құранды біз түсірдік, және оны біз қияметке дейін сақтаймыз деп уәде берген да. Сонда қарасаңыз, мынау Тауратта, Инжилде ондай сақталған жоқ. Ішіне неше түрлі нәрселер қосылды, мысалшы. Ал Құран сол күйі сақталып келді. Пайғамбарымыздың аузынан сахабалар жаттады. Одан кейін табииндер, табииндер, одан бері қарай біздің заманымызға дейін бір жатталмаған уақыт болған жоқ. Былайша айтқанда.
ол хатта тұр, бірақ адамдардың жүректерінен келді. Ең негізгі адамдар. Қазір мысалы Японияда бір Құранды біреу өзгертетін болса, өзгертіп бір әрпін, бір сөзін миллиондаған адам жаттап алған мықты. Мысалы ше. Біздің Қазақстанның өзінде білесіз, мысалы мыңға жақын қариларымыз бар. Мысалы сол кезде қазір ойлап қарасам, біз революциядан бұрынғы қариларды көрдік. Совет өкіметі қайнап тұрған, діндегі адамдарды қырған кезде, жоқ қылып жаңағы дінді нені жоқ қыламыз деген совет өкіметінің өзінде тізбек болды сол кезде, қараңыз. Бір қарасаңыз, сонда сол революциядан кейінгі қариларды біз көрдік, солардан сабақ алдық. Одан кейін бізге қарай кетті. Қараңыз. Былайша айтқанда үзіліс деген болған жоқ та. Үзілмей тұр, иә. Үзілген жоқ. Пайғамбарымыз біздің заманға дейін үзілмеген, былайша айтқанда. Адамдардың жүректерінде сақталып келгенде. Сол кісілерді біз көрдік, сол замандағы қариларды көрдік. Сонда әкеміздің солардан енді бір не алған несі, ойлап қарасам, сол кезде әкеміз ең алғашқы мешітті мен әкем саған екен Кентауда. Қарасам. Үйге қасында времянка деп салды дағы, сонда Кентауда мешіт жоқ. Сонда времянка деп салып, сол жерде, сол 75-76 жылдары болу керек. Мешіт жаңағы салып, соны әр мешіт деп кеттік соны. Бәрі мешіт дейді. Сонда ауылдағылар, бүкіл ақсақалдары бар, жастары да бар, келіп сол жерде сабақ алып, 5 уақыт намаз оқылды. Азан айтып, Қоңыратбай атамыз бар, қазіргі Кенжеәлі қажы бар ғой, наиб муфти болған. Сол кісінің әкесі. Сол кісінің әкесі азан айтатын 5 уақыт. Сонда жаңағы ақсақалдар келіп намаз оқитын, әкем сабақ беретін соларға. Қараңыз, ана қарылардан өзі алып келеді, сөйтіп сол кісілерге сабақ беретін. Қараңыз, тоқтаған жоқ сонда. Сол жерде әр медресе болды, әр мешіт болды. Көрдіңіз бе? Сонда времянка деп салды. Времянка деп салғанмен жаңағы ол мешіт, медресе ретінде жұмыс істеп тұрды ғой. Көрдіңіз бе? Міне, содан мені сол жерде тәлім алдық. Әкеміз апта сайын жаңа қарыларға апарады, сөйтіп оқытып жүргенде кейін ол кісі Хабибулла қарекеміз қатты ауырып неғаннан кейін Захитхан қари деген кісіге Ташкентте осындай Захит мен ұстазым Ташкенттегі, сол кісі келіп 7 күнде Құран тапсырып кеткен екен. Сол кісіге келіп тапсырып кеткен екен. Сол кісінің адресін беріп, содан біз Ташкентке апарды ғой мені. Ташкентке апарып, сол жерде сол кісінің қорына берді. Енді қазір ойлап қарасақ, мысалы, мен өз баламды солай бере алмаймын да. Мысалы, айдалаға, мысалы, ол жақта енді өзбектердің іші. Ешкімді танымаймын. Мысалы ше. Мысалы, мен өзім сондай жүрегі мықты адамды екенін қазір ойлаймын да, өзінің ең жақсы көретін баласын. Сөйтеді дағы жаңағы өзінің баласын қиып, ана жаққа апарып тастайды да. Сөйтіп жаңағы сүйегі менікі сіздікі дейді да. Сөйтіп тапсырады жаңағы, көрдіңіз бе? Сонда ол жақтағы енді қараңызшы, ол кезде мысалы медресе мешіт деген жоқ. Ешқандай. Мысалы, қазір қарылардың медреселері көп қой енді, мысалы, Аллаға шүкір. Ол кезде 2 медресе бар, Орта Азия бойынша, бүкіл Союз бойынша, былайша айтқанда, Бұхарада, кейін Ташкентте Али медресе, сосын Бұхарадағы медресе. Осы 2 медреседе ғана, ол 2 медресе тағы да Союз бойынша әр республикадан бір адам алады. Біреу, екеу сол. Қазақстаннан екеу, мысалы, Түркменстаннан екеу деген сияқты, мысалы. Болды, басқа адам жоқ. Оған үміт жоқ та ешқандай. Содан біз қарилар медресе деген мүлдем жоқ. Бірақ қари ол кезде Өзбекстанда сондай нәрсені олар естеді ғой ол кезде, көрдіңіз бе? Совет өкіметінде. Қылышынан қан тамып тұрған өзінде олар тоқтатқан жоқ. Көрдіңіз бе? Тоқтатпаған. Мүлдем тоқтатпаған. Сонда жаңағы хужра деп системасы бар. Хужра системасы. Сонда біз оқимыз, апарып тастайды. Тағы біз барған жерде ол кісілерде жаңағы полясы болды, жұмыс істейміз. Таңертеңнен кешке дейін жұмыс істейміз. Кешке шаммен оқимыз. Шаммен. Қазір айтсаңыз, мынау біздің медреселерге балдарға айтып берсем, оларға бір не сияқты, ертек сияқты да. Қараңыз. Кешке тағы жаңағы тапсырамасаң таяқ жейсің ол жерде. Көрдіңіз бе? Міне сондай сөйтіп жүріп оқыдық та. Сонда жұмыс істедіңіз ол жерде барғанда. Барған кезде
сол 9 жас болуым керек енді. 9 жас. 9 жас болуым керек. Иә, 9 жас, 10 жас па сол аралықта. Сонда жаңағы айтайын дегенім, жаңағы 2 жыл сол жақта оқыдым. 2 жыл сол уақытта. 2 жыл оқыдым да ана мектептен 2-ші класты бітіргеннен кейін алып кетті ғой әкем. Сол жаңағы Құранға беремін деп алып кетті. Енді мектепке алып кетті мына жақта. Сөйтіп сол жерде берген кезде жаңағы Құран анандай қиыншылықтарды көресің. Оқып жаңағындай жұмыс істеп, бір күні бір нені айтып берейін енді. Басыма кетпен тиді. Жұмыс істеп жатып. Субханалла. Ұстазым білмей көрмей қалды да. Мен астына бүйтіп не қылып бара жатқан кезде, мен де жаңағы кетпенмен не қылып бара жатқам, кішкентайым ғой. Басым шауып жіберді. Сол кезде жаңағы талып қалғам ғой. Бір уақытта оны енді мені жаңағы неге докторға апарамайды. Ол кезде 70-ші жылдары ол білесіз, ол кезде жаңағы сразу соттайды ғой ол кезде. Иә. Бұл қаяқтан келді. Ол кезде ешқандай жасырын бәрі. Көрдіңіз бе, ең қиын кез ғой ол кезде. Сөйтіп өзі емдейді. Сонда жаңағы көзімді ашсам, ана бәрі тұр, ойбай, оянды, сәдуақасы оянды деп жаңағы қуанып бәрі. Сонда әкем бір күні үйге барам. 3 айда бір барам жаңағы. 3 айда, 4 айда сөйтіп. Басымды сипап отырып, айтпаймын ғой сонда, бір ауыз айтпаймын. Басымды сипап отырып, көріп қалды да. Сол көріп, менің балам батыр ғой, менің балам деп. Мен айттым енді, сол кезде айттым, сұраған кезде. Бұл не болды деп, осындай болды десем, басымды сипап отырып. Көзінде енді жас кәдімгідей сеземді, сондай немен. Бірақ менің балам батыр деп жаңағы сөйтіп не қылып жатыр да. Жуатып. Сондай жағдайларда оқығанбыз. Сөзіңізге қарап отырсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады ғой, мен атам Ибрахимнің дұғасымын деп. Бізде мына Жамал дейтін түрік ұстазымыз болатын Шымкентте. Сол кісі сабақ беріп отыр. Сұрайтын, сен кімсің деп, атаң кім болған деп. Молда, машалла, сенің атаң кім болған? Бір компартияда жұмыс істеген. Оның әкесі кім болған? Молда болған. Бәсе дейді. Сенің атаң кім болған? Бір қызмет істеген. Оның атасы кім болған? Бір диқан болған. Нағашы атаң кім болған? Молда болған. Бәсе. Сол айтатын ғой, үнемі. Сендер мына жерде өзім отырмын деп ойламаңдар. Шын мәнісінде сол аталарының дұғасымен отырсыңдар ғой деп. Сол сізге де қарап тұрсам, машалла, әкеңіздің дұғасы екен ғой, машалла. Әкеңіздің ықыласы, қарияларға деген құрметі, Құранға деген махаббаты. Машалла, Алла разы болсын ұстаз. Мына екінші сұрағымыз, кішкентай кезден жаттау Құранды. Ол қаншалықты маңызды? Қазір кейбір кісілерге айтасыз ғой, бір 30-ға кеп қалған, 35-ке, 40-қа кеп қалған жігіттерге Құран жаттаңыздар, Құран оқыңыздар десе, сол кішкентай кезде оқу керек еді дегенде бір сылтаулар айтады. Кейінге қалдырып қалып қоя береді ғой сол кей. Сол Құранды жаттау үшін сол кішкентай кезден бастау міндет па? Осыған не дейсіз? Көп адамдар осылай айтып жатады ғой, кішкентай кезден жаттау керек еді дегендей. Енді қазіргі заманда барлық нәрсеге мүмкіндік бар. Мысалы ше, жаңа айттым ғой, менде бізде мүмкіндік болған жоқ. Мысалы ше, бірақ вариант тек қана. Мысалы Ташкент болды, басқа вариант жоқ та. Қазіргі заманда қарылар көп. Мысалы бір қариды жалдап, бір қариды жалдап, жақсылап оған жаңағы, енді ол бала шағасы бар ғой. Енді ол оқытқан үшін төлемесе де, мысалы, соның кеткен уақыты деп төлеуге болады ғой, дұрыс па? Енді өкіметтен ешнәрсе алмайды қазір, дұрыс па? Біреу енді Құран оқуға ақша алмауға болмайды дейді, анау дейді, мынау дейді. Бірақ енді қазіргі мынандай заманда, мысалы ше, енді кеткен уақытсы деп төлесінші. Кеткен уақыт. Құран үшін бермей ақ қойды. Құран үшін енді жарайды, Құранның несі жоқ. Бағасы жоқ. Бірақ бір қариды ұстап, енді осыған уақыт ажыратсаңыз деп, мысалы, бір соған жақсылап несін төлеп, мысалы, оқытуға болады қазір, мына заманда. Мысалы ше, өйткені, мысалы, қарыларымыз көп. Бос жүрген қарыларымыз да бар қазір.
жұмыс таппай жүрген қарыларымыз да бар. Мысалы соны жалдап қойып немесе үйіне апарып па, немесе өзін жалдап па, сөйтіп не қылып қойса, регулярно жаңағы кішкентай баланы болса да оқытатын болса шығады. Мен сізге бір мысал айтайын. Тұрақты түрде. Иә, тұрақты түрде. Мен мына ұстазым, жаңағы Қарекен, Зайытхан Қарекен ұстазым, соның немересі, 2 немересі, екеуі, біреуі 8 жасында, біреуі 9 жасында қари болды. Біреуі 8 жасында, біреуі 7 жасында қари болды. Сонда жаңағы екеуін мен айттым, қалай ол ерте қари қылдыңыздар деп сұрадым да. Сонда мен оның әкесінен, өзінің әкесінен сұрадым енді. Сонда Уәлихан деген жігіт, әкесі. Сонда айтады, мен өзім оқыттым дейді да. Өзім оқыттым. Сонда әріпті таныттым дейді, ең бірінші. 2 әріп берем, 3 әріп берем, әріптерін танытып, сосын қосып оқуды үйретіп, мұғалім сәниді бітіргіздім. Бір сабақ берем дейді. Сол сабақты міндетті түрде тапсырады дейді. Басқа, мысалы бірінші соны тапсырады, одан кейін барып ойнайды. Ойынды да жаңағы, егер компьютер ойнайтын болса, жаңағы бас істететін сондайларды ойын ойнайды дейді. Бет алды бір жаман ойындарды ойнамайды дейді. Жаңағы бір бас істететін ойындар болады ғой. Сондай ойындарды ғана. Сол ойынға қызығып, тез жаттайды, тез оқып береді, тапсырмасын алады, жаңа сабақ берем. Сөйтіп жаңағы тоқтатпайды. Сонда демалыс жоқ. Мына қараңыз, мына бір несі, бізде демалады ғой. Мысалы, суббота, воскресенье деген нәрселер бар бізде, демалыста. Негізі мына үзіліп қалса қиын. Бізде қазір медреседегі беріп отырмыз, енді жексенбі күні демалады. Соның өзіне жаңағы, егер демалтырмасақ, балдар неғып кетеді, шулап кетеді. Демалыс береміз. Негізі енді бала өзін оқытатын болса, күнде сабақ алатын болса, күнде жаңағы өзі, көп емес енді, кішкентай тапсырма. Сол кішкентай тапсырмамен, сол айтады, Құранға түскеннен кейін 1 аят берем дейді. 1 аяттан жүргеннен кейін 2 аят бердім дейді. 2 аят жаттап береді дейді. 3 аятқа түсті дейді. 4 аятқа. Сөйтіп жарты бет күнде тапсырады. 1 бетке түсті дейді. Бірақ артын қайтармаймын дейді. Артын қайтармайды. Балаға ең қиын артын қайтару да. Негізі сол ғой. Сол ғой, артын қайтару деген қиын. Сөйтіп жаңағы 1 бетке шықты, 2 бетке шықты. Күнде 2 бет, 3 бет тапсыратын болды. 5 бет тапсыратын болды дейді. Bir günde. Bir günde 5 бет тапсырады. Сөйтіп 1 круг жасады, 2 круг жасады, Құранда түсіре береді дейді сөйтіп. Кейін 10 бетке түседі дейді. 20 бет деген бір пара уже. Иә. Сөйтіп жаңағы кейін 2 парадан, 3 парадан, 5 парадан, 10 парадан, 15 пара оқып, 2 күнде тапсыратын болды дейді. Кейін ең соңында бастан аяқ тапсырды дейді. Сөйтіп қари болды. Қараңыз. Содан жаңағы мектепте ол екеуінің сурет тұрады дейді. Олимпиадаларға соларды жібереді дейді. Сол екеуін жібереді дейді. Қараңыз. Көрдіңіз бе қандай? Зейін ашылып кеткен де былайша айтқанда. Құран ашып жіберген ғой. Енді Құран бастан аяқ жаттаған адам балаға түк емес та ол. Көрдіңіз бе? Міне соның үшін ол Құран жаттату ерте бастаған әрине жақсы. Оның қолға алатын адам болса. Иә. Қолға алатын адам болса, ерте жаттағанға жетпейді негізі. Ал енді негізі мен айтар едім, Құранды оған ешқандай уақыт таңдамайды. Мысалы, қазір менде сабақ алып жатыр 25-ке келген жігіт. Сабақ қазір келіп тұр. Мен оған айттым, күнде келесін дедім. Солай шарт қойдық. Суббота, воскресенье деген болмайды. Күнде келесін, күнде тапсырасың. Артымен жаттап келатыр енді ол. Артын қосып. Қазір 3 пара болып қалды. Бірақ жаңағы артын күнде артын жатқа оқиды, немесе намазда оқиды. Намазда оқисың, сүндет намаздарында, жаңағы нәпіл намаздарында оқисың. Несін маған күнделікті 1 бет тапсырасың деп. Мысалы, ол да керемет жаттап келе жатыр. Көрдіңіз бе? Сол үшін ол уақыт таңдамайды. Енді 60-қа келіп Құран жаттаған адамдар бар ғой, мысалы Түркияда бір кісі 60-қа келіп ықылас болу керек, одан кейін ешқандай алаңдамау керек қой. Енді келесі сұрағым ұстаз, мына ұстаз деген кім? Қазір енді альхамдулилля ұстаздарымыз, қарилар көп. Енді бүйтіп қарап тұрсақ, Құран жаттаған адам, Құран жаттағанмен Құраннан сабақ беретін адам бола алмайды ғой енді. Барлығы бірдей. Сол
қари ұстаздардың бойынан көріну керек болған, ұстаздың бойынан табылу керек болған көріністер, шарттары бар ма? Жалпы ұстаз деген кім? Осы туралы бір айтып өтсеңіз. Енді баяғы кісілер жаңағы Құран жаттауға, ілім оқуға бара жатқанда Алладан сұрайды екен. Аллахым, менің осы ұстазымның айыбын маған көрсете көрме деп. Мен ол кісінің айыбын аңду үшін емес, ілімін алу үшін бара жатырмын дейді екен да. Сол үшін ол айып деген нәрсе, ол кез келген нәрсе адамда болады. Ол ұстаз бола ма, басқа бола ма, тек қана Алла ғана айыптан пәк. Қалған кез келген адамда кемшілік бар, кез келген адамда. Енді әрине ұстаз өзінің жаңағы тақуалығымен, үлгісімен, мінез құлқымен әрине көрсету керек. Дұрыс, мен ұстазбын деп жаңағындай тәкаппарлық жасауға да болмайды. Кейде сондай не болады, бізде айтады жаңағы ұстаздан қорқу керек деген нәрсе дейді да. Жоқ, қорқу деген нәрсе ол да жақсы шығар, бірақ ұстазды жақсы көру деген нәрсе болады. Ұстазды сүю, ұстазды жақсы көру. Көрдіңіз бе? Енді өзіңіз ойлаңыз, ұстаздан қорқып оқыған жақсы ма, ұстазды жақсы көріп оқыған жақсы ма? Көрдіңіз бе? Ұстазды жақсы көріп оқыған адамға көбірек қонады да, қорққанынан қарағанда. Көрдіңіз бе? Ол қорыққан адам мәжбүр, былайша айтқанда. Енді жақсы көру, мен қазір ұстазды сондай жақсы көреді, мен жаңа тапсырамасам маған ренжіп қалады деген нәрсемен оқитын болса да, мысалы. Көрдіңіз бе? Ол эффект жоғары береді да, ол. Көрдіңіз бе? Сол үшін әрине ұстаз деген ол тұлға болу керек. Ол жаңағы көрсету керек өзінің жаңағы несінен. Тәртібімен бір жағынан, бір жақ тәртіпте болу керек, тәртіпте де сұрау керек. Бір жағы мінез құлқымен де көрсету керек болады. Әдебімен. Әдебімен, иә. Машалла, ұстаз, енді көрермендеріміздің енді көпшілігі күткен сұрақ қой мынау. Енді көптеген ұстаздар бар ғой, альхамдулилля. Өзіңіз де оның бірісіз. Енді шәкірт дайындап отқандар да бар. Сабақ беріп, үлкен ұстаз болып, елге де танымал болып жатқандар да бар. Бірақ та сол ұстаздардың көбісін қарасақ, балалары өз сияқты баған дегендей білім оқып жүрген жоқ дегенде ғой. Бірен саран. Енді өзіңіз соның ішінде бір ерекшесіз. Бір емес, екі ұлыңыз бірдей қари. Осы бала шағаны отбасыдағы қари болу үшін не жасау керек жалпы? Қандай үлгі болу керек ол кісілерге, кішкентай балаларға қалай амал жасаймыз? Бір емес, енді біреу қари болса, анандай бір сөз бар ғой енді. Енді баласы алғыр болған ғой деп ойлауымыз мүмкін. Бір емес, екі балаңыз қари. Демек, бір жерде бір жүйе болып тұр ғой деген ғой. Енді балаға айтқаннан гөрі өзің амал қылғаның жақсы болады дейді да. Мысалы, өзің ісімен көрсетсең, негізі ол айтқаннан қарағанда көбірек балаға ол сіңеді негізінде. Енді бұлардың кішкентайынан көріп жүрген нәрсесі, біз енді үйде атмосфера бізде не ғой енді, діни атмосфера болғаннан кейін әрдайым Құран оқылады, әрдайым жаңағы осы іліммен талап етіп жүргеннен кейін, бала кішкентайынан соны көріп өскеннен кейін, бізде мынау Түркістан, сол жаңағы айтқан медреседе әкеміз салып кеткен. Сол медресе, мен армиядан келгеннен кейін Ташкентке барып пысықтап, Құранды қайтадан пысықтап келдім. Содан кейін барып неге сабақ бердім сол жерде. 90 жылда, 91-лерден бастап. Сонда балалар өте көп болды үйде. Сонда әйелім, шешем тамақ істейді соларға. Балаларға, шәкірттерге. Шешем нан жауып береді тандырға. Үлкен қазанда тамақ істейді. Таңертеңнен кешке дейін қызмет соларға, кірлерін жуады,
бүкіл қызметтің бәрін жасайды жаңағы менің әйелім. Алла разы болсын. Сонда жаңағы бір ренжу деген нәрсе жоқ. Сол дінге қызмет қылып жатырмын, осы Құранға қызмет қылып жатырмын деген нәрсе болды да. Сонда менің балдарым ол кезде жас кішкентай, соларды көріп өсті ғой. Сол Құран жаттап жатқанын көріп өсті солардың балдарын. Солармен бірге ә десе ә, бә десе бә деп сөйтіп оқып кішкентайынан солай өсті да ол балдар. Мысалы қызым да сол кездегі мына Әбдуали. Енді олар солай өскеннен кейін кейінгілерде соларға қарап жалғасты. Аллаға шүкір, қыздарымда 3 қызым бар, 2 ұлым. Ол қыздар да Құран жаттап, біраз енді қари болмаса да Аллаға шүкір Құранды дұрыс оқи алады. Абай аталарымыз, мен айттым ғой жаңа, Абай атамыздың сол сөзімен өстік. Әкеміз құйып соны, мысалы ше. Сондай немен өстік та, альхамдулилля, сондай семьяда өстік. Мен Аллаға сансыз шүкір деймін. Сондай семьяда өскеніме, және менің балдарым да сондай семьяда осы жалғасып келе жатқандарына. Енді менің немерелерім де сол атмосферада өссе деген сондай үмітім бар. Иншалла. Иншалла. Яғни бала шағаға өзіңіз үлгі болу керек дейсіз ғой. Сондай. Өзіңіз тырысып, Құран оқып, отбасыда Құран туралы сөйленіп жатса, бала шаға сол нәрсеге ұмтылады ғой. Машалла. Алла разы болсын ұстаз. Енді әрбір қаридің өзінің жақсы көретін несі бар ғой? Аяты Құранда. Өзімде бірінші Құран жаттап жүрген кезде Анам сүресінде бар ғой, мән жаа бил хасанати фалаху ашру амсалиха деп. Әрбір жақсылыққа 10 есе, бір жақсы істесең 10 есе жақсылық қайтады деп Аллахтан. Осы аят оқыған кезде субханалла деп қатты әсерленгем өзім. Сол сияқты Құранда сізге қатты әсер еткен, өзіңіз бір ерекше бір оқығанда толғап жақсы көріп оқитын аятыңыз. Және соны оқып берсеңіз, иншалла. Пайғамбарымыздың хадисі бар да. Білесің ғой, оқып, хадисі бар ғой пайғамбарымыздың. 3 адамды алып келеді дегенше. Біреу ғалым қари, Құран үйреткен, Құран оқыған. Біреу жаңағы сахи, жомарт кісі. Біреу жихад жасаған. Сол үшеуі де тозаққа кіретін туралы айтады. Сонда маған әсер еткені қаридан сұрайды дейді ғой, сен не үшін оқыдың деген кезде, мен өзің үшін я Раббым деген кезде жоқ. Сен өзің үшін оқыған жоқсың. Сен рия үшін оқыдың, біреу көрсін деп деген нәрсе бар да. Сонда оны тозаққа жіберіңдер деген аят бар. Хадис. Сонда ойлаймыз, енді Құран оқимыз, халықтың арасында, халықтың үстінде, несінде, қаншалықты сол ықылас болып жатыр сол кезде. Қаншалықты Алла үшін деген нәрсе бар. Білмейміз мысалы ше, соларды. Бірақ бір аят бар, сол аят кішкене үмітті келтіреді. Мысалы, «Құл я ибади алладина асрафу аля анфусихим ла тақнату мин рахматилла». Айт, ей Мұхаммед, менің құлдарыма деп жатыр, менің құлдарыма айт. Олар менің рахметімнен ешқашан да үзбесін дейді. Рахметімнен үмітін үзбесін дейді. Ла тақнату мин рахмати, инналлаха яғфиру зунуба жамиа. Алла Тағала барлық күнәні кешірем деп жатыр.
Сонда осы мынау аятты оқыған кезде ең мысалы жақсы көретін аятым мысалы осы аят. Үмітсізде үміт сыйлайтын аятта. Алла тағала мысалы енді Алла тағаланың мейірім рахымы болмаса, мысалы біздің жағдайымыз өте қиын. Қарапайым адамдар білмей істеуі мүмкін. Кейде біліп тұрып істейсің ғой. Біліп Алла өзін кешір деп тұрып істейтін нәрселер болып қалуы мүмкін. Мысалы енді білмей тұрып істеген нәрсе, енді ол Алла біледі, бірақ сонда да үмітіміз бар да. Ла тақнату мин рахматилла, Алланың рахметінен. Біз амалымызға сене алмаймыз, шыны керек. Ол амалмен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты ғой, ешкім амалымен кіре алмайды деп. Жәннатқа ешкім амалымен кіре алмайды деп айтты ғой. Хазірет Омар мысалы, қандай сахаба, әлемнің 1/3 алған сол кезде. Мына жағы Кавказ болатын болса, ана жағы Африканың батысына дейін. Енді былайша айтқанда, сондай жерді алып, сондай жерді фатих қылған адам, қанша миллиондаған адамдарды мұсылман қылуға себепкер болған адам, Алланың мысалы қорыққандығы соншалықты. Хузайфа ибн Яман сахаба, сыр сақтаушы сахаба, өзің білесің. Сол кісіге айтады ғой, пайғамбарымыз айтып кеткен ғой, енді ол кісі пайғамбарымыз сыр сақтаушы, кім мұнафық екен. Сонда 200 екен, кім 200 екен, мынау деп. Бірақ ешкімге айтпа деген. Енді соны Хузайфадан сұрайды, кім бар ана спискеде деп. Сонда айтуға болмайды дейді. Мен оны айтпа деген пайғамбарымыз деп айтпайды. Сонда бір күні сұрайды ғой, ей Хузайфа, мен бармын ба деп сұрайды ғой. Аллаға деген қорқынышын көрдіңіз ба? Мен бармын ба дейді. Ей Омар, сен жоқсың дейді ол жерде. Сен жоқсың. Сонда да кейін өлерінің алдында, қайтыс боларының алдында пайғамбарымыздың қасынан орын тиіп тұр. Айша анамыз беріп тұр. Сонда баласына айтады, ей Абдулла ибн Омарға, ей Абдулла, егер Хузайфа ибн Яман менің жаназама қатысса, егер қатысатын болса, ол кісі мұнафықтарға қатыспайды екен да. Қараңыз, өзі сонда да Алладан қорқып тұр да. Егер қатысса, онда мені пайғамбарымыздың жанына көм. Ал егер қатыспаса, мені айдалаға лақтырып таста деген екен ғой. Қараңыз, не деген мысалы қорқыныш, не деген амалға сенетін болса, сол кісілер сенетін еді. Қараңыз, мысалы сол үшін мынау бізге үміт сыйлайтын осы аят. Я айюхаллазина, қул я айбадияллазина асрафу аля анфусихим ла тақнату мин рахматилла. Міне осы біздерге қарапайым, Омардың тырнағына да арзымаймыз ғой біз. Бірақ бізге үміт сыйлайтын осы аят деп ойлаймын. Алла разы болсын, ұстаз. Енді бір соңғы сұрағымыз өзіңізге. Құран жаттап жүрген, Құран жаттайын деп жүрген, Құранға кіріссем деп жүрген кісілерге бір 3 кеңес айтсаңыз. Қысқа нұсқа бір ауыз сөзбен 3 кеңес. Ең бірінші Құран жаттау үшін ықылас керек. Ықылас. Құран жаттаймын, Алланың ризалығы үшін Құран жаттаймын деп. Бір дүние мақсат, басқа мақсат емес, тек қана Алланың ризалығы үшін деген нәрсе болу керек. Құран жаттау үшін. Осы нәрсе, тек қана бірінші. Ықылас. Одан кейінгі арасын үзбеу. Арасын үзбеу. Мысалы, біздің нелерде, мынау
енді қазір не айта алмаймыз, мысалы біздің медреселерде жаңа жыл деп кетіп қалады да. Баяғыда біздің ұстаздарымыз жаңа жылға жібермеген. Сені мейрамың емес деп, жаңа жылда оқитынбыз. Мысалы сол кезде мысалы қазір мына бұларға айта алмаймыз енді. Енді мемлекеттік жаңа жыл дегеннен кейін жібереміз. Сонда жаңа жылды сылтау қылып бір ай жоқ болады кейбір балалар мысалы. Бір айда ол дегенің созылады. Тағы да келгеннен кейін қайтадан Құранға түсіп, қайтадан не қыламын дегенше, ол қайтадан адаптация жасау керек оған. Мысалы өте қиын да, сол созылып кетпеу керек. Иә, регулярно жаңағы арасын ешқандай үзбей, сондай немен темппен жаттау керек та. Одан кейін отыру ғой, ықылас, отыру, шыдам. Білдіңіз бе? Шыдам керек. Сабырлық керек болады. Осы үш кеңес дейсіз ғой. Иә. Ықылас, үздіксіз, сосын сабыр. Иншалла. Сіз Алла разы болсын. Уақыт бөліп келгеніңізге, Құдай қаласа, Аллах Тағала сауаптарын жазып, күнәларымыз кешіріп, дәрежелеріміз көтерген болсын. Әмин. Құдай қаласа, осы сұхбатымыз Құран жаттайын деп жүрген, жаттасам деп жүрген кісілерге пайдалы болсын. Пайдалы болады деген үміттеміз. Уа ахиру дауана алхамдулиллахи роббил аламин. Алла разы болсын.